Аян қалада танымал бай адам еді. Ол үнемі жұрттен ерекшеленіп назарда болғысы келетін. Оның қылықтары ел ішінде талқыланатын, байлығына қызығатын. Әлбетте, жоқтың қасы. Ол қаланың ақша үшін жалған сүйетін сылқым сұлуларынан да шаршаған еді. Ол өзінің ақшасын емес, жанын сүйетін қарапайым қызды аңсайтын. Сол ниетіне жетіп көзі Ғалияға түсті. Ғалия, осы қаланың ешкім мән бере қоймайтын көлеңкесінде өмір сүріп жүрген жандардың бірі еді. Ол сәнді мейрамханаларда отырмайтын, қымбат киім кимейтін. Бірақ оның жанында байлардың арасында жиі кездесе бермейтін ерекше байлық бар болатын, жүректің тыныштығы мен өзіне деген сенім. Кішкентай ғана пәтерде анасымен тұратын Ғалия тігінші болып жұмыс істейтін. Қолөнерге жақын, кішкентай кезінен мата мен жіптің иісіне үйреніп өскен. Оның қолынан шыққан әр көйлек шеберліктің ғана емес, мейірімнің де белгісі болатын. Себебі ол тіккен киімнің иесі өзін әдемі сезінсе, соның өзі Ғалияға қуаныш сыйлайтын. Ғалия өз дене бітімін ешқашан жасырған емес. Базар мен дүкендерден өзіне лайық киім табу қиын болғандықтан ол көйлекті өз қолымен тігіп алатын. Қарапайым киінетін, бірақ өте жарасымды, оның үстіне жүзінен жылы шуақ шашып тұратын. Ол өзіне семіз деген сөзді ауырсынбайтын. Бірақ адамдардың мүсірке қарайтын түрлеріне кейде көзіне жас алады. Қаланың қалталы жігіті Аянмен ойда жоқта танысып қалған. Сол кезде жігіттің көз алмай қарап отырғанына қуыстанып еді. Менің толық денеме жиіркене мүсіркеп қарап отырған шығар деп ойлаған еді. Бірақ Аянның ойы басқа да еді. Бұл Аян ешкім істемеген тірлікті жасап көргісі келетін. Сонысымен ерекше еді. Ол Ғалияға ұсыныс жасауды ұйғарды. Осы қызға үйленіп отбасын құрғысы келді. Қызық үшін емес. Өзі солай қалады. Ешкім менсінбейтін тым қарапайым да семіз қызды бақытты еткісі келген болар. Кешкі ас кезінде анасы теледидар қарап отырғанда Ғалия қолына телефон алды. Аяннан келген хабарламада. Ертең кешке кездескім келеді. Сөйлесейік депті. Ғалия терең дем алды. Әрине, бұл жай ермек шығар. Бәлкім, мазақ. Бірақ ішкі түйсігі оған бар деді. Не де болса жүректегі бұлбұл бір дыбыстап көргісі келгендей. Келесі күні, қаладағы шағын кафеде олар алғаш рет жеке кездесті. Аян әдеттегіше ширақ, өз-өзіне сенімді. Бірақ көзінен алаңдаушылық байқалатын. Ол бейне бір сахна сыртындағы актер іспетті, шынайы, бірақ әлі маскасын шешпеген. Ғалия, деді ол, сәл бөгеліп. Саған ұсыныс жасағым келеді. Үйленейік? Ғалия күлген жоқ. Ашуланған да жоқ. Бір сәтке үндемей қалды. Көзін Аяннан тайдырмай, жүрекпен оқыды. Оның ішінен күмән мен шындықтың қатар жарысып жатқанын сезді. Бұл шын ба? Әлде шоу ма? Шын деп сенуге мүмкіндік берші. Ғалия сол сәтте түсінді, бұл еркек әзірге сүйіп тұрған жоқ. Бірақ соны үйренгісі келеді. Іштей ізденіп жүр. Ол оны байлық үшін емес, танымалдық үшін емес, жүрегінің бір бұрышындағы бос кеңістікті толтырғысы келгені үшін шақырып отыр. Менің бір ғана шартым бар, деді Ғалия, мен өз болмысымды өзгертпеймін. Егер мені таңдасаң, мені сол қалпыммен қабылдайсың. Аян бас изеді. Бірақ неге келіскенін өзі де толық ұғына алмады. Мүмкін дәл осындай тазалық пен сенімділік жетпей тұрған шығар. Бұл жаңа өмірге, өзіне деген сенімге бастар жолдың алғашқы қадамы еді. Түнгі қала шам жарықтармен жарқырап тұр. Зәулім мейрамхана ішін сәнді киінген адамдар, әсем музыка, даңғаза күлкі толтырған. Сол бір кештің ортасында тұрған Аян, ел назарындағы тұлға. Жоғары таптың қиялындай өмір сүріп жүрген оның аузынан шыққан әр сөз жаңалыққа айналатын. Қараңдар, деді ол бокалын көтеріп. Адамдар бірін-бірі бақытты етуге тырысу керек.
Өмірдің мәні сол, деді. Отырғандар мырс-мырс етіп күліп алды. Әрине осындай сері жігіттің талғамын олар түсіне алатын емес. Бұл Аянның әдеті. Ол үнемі ерекше болғысы келеді. Ол таң қалдырады. Ол ешқашан елеусіз қалмайды. Сол түн бар болғаны шоу сияқты көрінген. Бірақ Аян ішкі дүниесінде өзі де байқай қоймаған бір үнсіз арпалыстың дәмін татқан еді. Уәде беру емес, жалғыздықтың айқайы еді бұл. Бұл той қала тарихында көпке дейін ұмытылмайтын шараға айналды. Аянның үйленетіні туралы хабар ел ішінде жаппай әңгіме туғызды. Әсіресе келін атанбақ болған Ғалия туралы айтылған пікірлер қақ жарылды. Бірі мазақ етті, бірі қызықты, тағы бірі түсінбеді. Сол толық қыз ба? Шын ба бұл? Аян үйленіп жатыр дейді. Мазақ қой бұл. Тек шоу үшін істелген дүние. Ал Аян сырттай бәрін тамаша ұйымдастырғанымен іштей алай-дүлей күйде болатын. Ол өзінің не істеп жатқанын, не сезіп жатқанын толық түсіне алмай дал. Бірақ бір нәрсе анық еді, Ғалияның сабырлы бейнесі оны күн сайын көбірек таңдандырып, беймәлім бір тартымдылықпен өзіне тарта беретін. Той көктемнің бір жылы, самал толқытқан күнінде өтті. Сәнді сарайдай мейрамхана, қымбат гүлдер, залдың төбесінде мөлдір хрусталь шамдар жылтырайды. Қонақтардың көбі Аян тарапынан іскер достар, атақты тұлғалар, сәнді киінген әйелдер. Ғалияның тарапы аз, жақындарымен бір-екі көрші ғана. Көпшілік оны үнсіз, сақ қарап отырды. Ғалияның үстіндегі той көйлегі өзінің қолымен тіккен денесіне сай, артық жалтыраусыз. Көйлегі сынды, Ғалияның өзі де қарапайым, бірақ көзінде сенімділік пен терең тыныштық бар еді. Ол ешкімге ұнауға тырыспады. Тек шынайы болуды қалады. Тойдың қызған шағы. Адамдар ішіп-жеп, би билеп жатыр. Енді жастардың алғашқы биі басталуы керек. Барлығы сахнаға қарап күтіп отырғанда, Ғалия кенет сахнаға өзі шықты. Менде күйеуіме арналған сый бар, деді ол, сәл жымиып. Сол сәтте музыканың ырғағы өзгерді. Ғалия жамылғысын шешіп, арнайы тігілген сахналық, жеңіл әрі әсем би киіммен ортаға шықты. Тыныштық орнады. Ол қозғалды. Әсем сенімді әйелге тән пластикамен билей бастады. Бұл жай ғана би емес еді. Бұл үнсіз шындықтың, ішкі күштің тілі болатын. Әр қимылы, міне, мен осындаймын. Ешкімнен кем емеспін. Қорықпаймын, жанымдағылардың мазағына қарамаймын деп тұрғандай. Зал іші тынып қалғандай болды. Көпшілік көздерін ала алмады. Ғалия қозғалған сайын залдағы әрбір адам оның денесін емес, оның жанын көре бастады. Әр қозғалысы еркіндік, батылдық, сенім мен нәзіктікті қатар жеткізетін еді. Бұл тек би емес, ішкі күреспен өз-өзін мойындатудың нышаны болатын. Қонақтар үнсіз отырды. Сосын бір сәтте зал ду қол соқты. Бірінен бірі асыра шапалақтап орнынан тұрып кетті. Бірақ төрде отырған Аян ғана үнсіз қалды. Оның көзі Ғалиядан таймай тұр. Осы сәтке дейін ол Ғалияны толық қыз, жоба, тәжірибе деп қабылдап келсе, енді мүлде басқа, нағыз әйел, дара тұлға ретінде көрді. Ішінде бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Ол өзіне шын сұрақ қойды. Мен осы адамға лайықпын ба деп ойлады. Сол түннен кейін Аян бұрынғыдай бола алмады. Той өтті. Суреттер түсірілді, әлеуметтік желіде мыңдаған лайк пен пікір қалды. Бірі сүйінді, бірі күлді. Бірақ ең бастысы, сол тойдан кейін шын өмір басталды. Үйленгеннен кейін Аян мен Ғалия жаңа пәтерге көшті. Кең, заманауи, ақ жиһазбен көмкерілген үй Аянның стилі. Бірақ ішінде бос тұрғандай көрінетін. Ғалия алғаш кіргенде терезенің алдына барып, осында гүл егейік. Жан бітіп қалар, деді. Аян иығын сәл қиқаң еткізді. Ол үшін гүл тек интерьердің бір элементі.
Ал Ғалия үшін ол тіршілік сезім. Бастапқы күндер бір түрлі өтті. Аян таңертең жұмысқа кетіп кешке кеш оралатын. Ғалия үйде, жаңа ортаға бейімделіп, ас үй мен балкон арасында күнін өткізетін. Ол шағымданбады. Сұрақ қоймады. Бірақ әр кеште дастархан жайылып тұратын. Шай дайын, жанында кішкентай бәліш. Аян көбіне үнсіз отыратын. Ғалия сыпайы күлімдеп тек «Күнің қалай өтті?» дейтін. Бірде қатты жауын жауды. Аян жұмыстан кешіккен. Үйге келгенде үсті басы су, көзі шаршаған. Кіреберісте үндемей отырып қалды. Ғалия үнсіз екінші кесе шай құйды да алдына қойды. Ештеңе сұрамады. Аян шыдай алмады. «Сен неге ештеңе айтпайсың? Менің жағдайыма қызықпайсың ба? Мүмкін сен де мені жақсы көрмейтін шығарсың». Ғалия бір сәт үнсіз қарап отырып, «Мен сені өзгертуге келген жоқпын. Мен сені тыңдауға келдім» деді. Ол сөздер жүрекке жай түскендей әсер етті. Аян алғаш рет үйіне келгенде тыныштық емес, тыныштықта өзін қауіпсіз сезінді. Келесі аптада таңертең кетер алдында Ғалия: «Саған түскі ас дайындап қойдым, жұмысыңа ала кет» деді. Аян таңғалды. Бұрын оған бәрін қызметші әкелетін. Бірақ бұл басқа еді. Бұл ас біреу сен үшін уақытыңды, мейіріміңді жұмсағанның белгісі. Түскі үзілісте ыдысты ашқанда үйдің иісі мұрынға келді. Ол күтпеген сезімді бастан кешті. Сағыныш секілді. Енді бұл әйел тек келіншек емес, оның жанына сіңе бастаған жақын адам. Кешке келіп, «Дәмді екен, рахмет» деді. Ғалия жымиып қойды. Сөйлемеді, бірақ жүрегі билеп кетті. Сол сәттен бастап Аян үйге ерте орала бастады. Телефоннан шаршаған көзін көтеріп, кітап оқып отырған әйелін тамашалайтын. Бір кеште Ғалия шай құйып жатып, «Білесің бе, біз әлі шынайы сөйлеспедік» деді. «Бірақ мен асықпаймын. Уақыты келгенде екеуміз де ашыламыз». Аян тұңғыш рет ішінен күбірледі. «Мүмкін менің ең үлкен сәттілігім осы үнсіз әйелді таңдағаным шығар» деді. Бір қарағанда бәрі жақсы еді. Аян үйге ерте келетін болды. Ғалияның шайы, сабырлы үнсіздігі, жайлы үй, бәрі де оның бұрынғы жарқылдаған бос өміріне мүлде ұқсамайтын. Бұл тыныштық қорқынышты көрінетін, бірақ сонымен бірге емді қасиетке. Үйге келгенде ғана оның жаны жай табатын. Алайда сыртқы әлем үнсіз қалмайтын. Әсіресе Дәурен. Дәурен Аянның бұрынғы жақын досы, көпшіліктің алдында жүрген, сөзі өтімді, өзі де бір кездері назардың ортасында болған адам. Бірақ соңғы кезде Аянның өзгеруіне, бұрынғы шоу өмірден алыстап көзге көрінбейтін бақытқа бет алғанына іштей қызғана бастады. Досының отбасылық бақытын қызғана бастады. Бір дәмханада достарының арасында отырған ол сыбырлап бастады. «Естерінде ме? Аян ойланбай тым қарапайым қызға үйлене салып еді ғой. Мен не айтсам да көнет деп ойлаған, сонда есеппен үйленіп еді. Міне сол баяғы толық қызға. Бәрі жай әзіл еді, ал қазір шын махаббат болыптымыз». Ғалия ештеңе демейтін. Бірақ бәрін сезетін. Көшеде өтіп бара жатқанда адамдардың езу тартқанын, сәл күмәнмен қараған көзқарастарды байқамай қалмайтын. Тіпті жақын дос-сымақтардың арасынан да «Қалайша сен соған көндің?» деген сыңайлы сұрақтар естілетін болды. Бір күні Аян кеңседе екі клиенттің өз некесін күліп талқылап отырғанын естіді. Бірі: «Ойбай, екеуі бір-біріне тең емес қой. Әйел сүйкімсіз, семіз, тым қарапайым. Мынадай статусы жоғары жігітке лайық емес». Аян өзіне обал жасады. «Шын сүйіп қалдым дейді, енді өтірік қой» деді. Аян үйге ашулы оралды. Бірақ ашуын Ғалияға бағыттаған жоқ. Ол жанына келіп үнсіз отыра кетті.
Ғалия әдетінше шайын қойды. Жаным, бүгін кеңседе тағы да сені талқылап отыр екен, деді Аян қалтырай шыққан дауыспен. Олар бізді бір-бірімізге тең көрмейді, деді. Ғалия жымиып қойды. Көзінде мұң бар, бірақ жүзі жарық. Олар біздің жүріп өткен жолымызды көрген жоқ, Аян, сенің қалай өзгергеніңді де көрмеді. Олар жай ғана тамашалаушы. Ал біз өз сахнамызда өз хикаямызды жазып жатырмыз. Аян оның қолын алды. Бірақ мен өз сахнамда сенің мазаққа қалғаныңды қаламаймын. Аян, мен мазақ емеспін. Мен таңдаған жолымен жүріп келем. Егер біреу сенбесе, бұл менің шындығымды өзгертпейді. Сол түні Аян ұзақ ойланды. Ол бір нәрсені түсінді, махаббат, сезім. Ғалияны қорғау енді тек жүрек ісі емес, абырой мен ерлік іс еді. Күндер өтіп жатты. Ғалия үйде қарап отырмай бір жобамен айналыспақ болды. Күйеуі де қолдады. Сонымен бір күні Аянның басқаратын компаниясы ерекше кеш туралы хабар таратты. Әйел бейнесі, күш пен нәзіктік атты қайырымдылық кеш өтеді. Бас кейіпкер Ғалия Аянқызы сахнада өз хикаясын айтады. Бар табыс әйелдер құқығы мен өнерін қолдауға жұмсалады. Қала қайтадан гу ете қалды. Бірақ бұл жолы өсек емес, қызығушылықпен таңданыс басым еді. Ғалия. Сол Ғалия ма? Шынымен өзі сахнаға шығады ма? Күш пен нәзіктік дей ме? Қызық. Кештің өту орны қаладағы ең сәнді, кең зал. Мұнда саясаткерлер, іскер адамдар, журналистер, мәдениет өкілдері жиналған. Жарқыраған шамдар мен сахнаның жарығы астында барлығы арнайы бағдарламаға дайын. Ғалия мен Аян бірге сахнаға шықты. Аянның жүрегі толқып, бірақ жанында Ғалия бар екенін сезді. Ол ешқашан мұндай тыныштықты сезінбеген еді. Микрофонды алды. Құрметті қонақтар, бүгін біз сіздерге біздің хикаяны айтуға келдік, деді Аян. Ғалия қолын ұстап, бұл махаббат туралы ғана емес. Бұл шындық пен сенімнің, қиындық пен жеңістің тарихы, деді. Олардың әңгімесі өсектер мен сынға қарамастан бірге өтіп жатқан жолдарын баяндай бастады. Ғалия өз өмірін баяндады. Аян оның сөзін толықтырып, өз ішкі өзгерістерін ашық айтты. Қонақтар үнсіз тыңдады. Кейбіреулер көз жасын тыя алмады. Бұл шынайы, таза сезім еді. Екеуінің жүрегі бірдей дүрсілдеп, тыңдағандардың жүрегінде тербеткен. Кеш соңында Ғалия сахнада ән айтты. Қолынан бәрі келетін өнерлі екенін осы кеште көрсетті. Аянның не үшін оған ғашық болғанын айғақтап бергендей. Ән де айтады, би де билейді, тігін де тігіп, аспаздықта қолынан келеді. Тіпті сөздің майын тамызып, сахнада отырғандардың жүрегінде тербеп өтті. Барлық көрермендер аяусыз қол соқты. Осы сәтте Аян жанындағы әйелдің шын сұлулығын, оның нағыз құндылығын түсінді. Ол бұрынғы қызбалық пікірлердің, өсектердің ешқандай мағынасы жоқ екенін білді. Кештен кейін көпшілік жүректерінде жаңа көзқарас қалыптасты. Олар махаббаттың қандай болу керек екенін көрді. Аян мен Ғалия қалада жаңаша өмір бастады. Енді олар үшін ең бастысы бірге болу, бір-бірін қолдау және өздерін шын ашу еді. Қаланың шулы көшелерінің бірі, көктемнің алғашқы самалы Аянның бетіне соғып, ойын еркіндетуге тырысты. Бірақ оның ойы тыныштық таппады. Кеңсеге қарай асығып бара жатқанда телефон шырылдады. Аян, бұл сенің уақытқа қатысты мәселе емес, деп үн қатты Ғалия телефонында. Біз әңгімелесеміз бе? Аян тоқтап терең дем алды. Жарайды, кешке іздесеміз, деді ол. Кешкі қала мейрамханасында Ғалия мен Аян бетпе-бет отырып, бір-біріне қарады. Мен саған бір нәрсе айтуым керек, деді Ғалия. Тыңдап тұрмын, деді Аян, жанарынан алау жанғандай. Арман келді. Ол маған бұрын сөз салған жігіт. Аянның жүрегі дір ете қалды. Ол неге келді?
деді бірден. Менің өмірімді қайта бұзғысы келеді. Аян оның қолын ұстады. Ашық айтқаның дұрыс болды деді. Алайда сол күні кеңсеге келгенде Аян жаңа қиындықтың алдында тұрды. Дәурен, оның бұрынғы досы, қаржылық шабуыл ұйымдастырып, компанияның табыстылығына нұқсан келтірді. Ол Арманмен бірге әрекет етіп жатыр деген күдік пайда болды. Сол уақытта Аянның компаниясына қарсы шабуыл одан сайын қатты болды. Дәуреннің қаржылық жоспарлары үлкен шығын әкелді. Аян мен Ғалия сыртқы қысымға қарамастан бірге күресуге бел буды. Кешкі уақытта олар бірге отырып, барлық қиындықтарды қалай жеңуге болатынын талқылады. Біз біргеміз. Сен менің күшімсің, Ғалия, деді Аян. Мен сені әрқашан қолдаймын, деді Ғалия, оның қолын ұстап. Бір күні Ғалия жаңа идеясын айтты. Аян, менің ойымша, біздің қолдауымызбен әйелдерге арналған үлкен орталық ашайық. Бұл жерде әркім өз күшін табады, өмірге деген сенім пайда болады. Аян басын изеді. Керемет ой. Біз адамдарға көмектесіп қана қоймай, қоғамда жаңа үрдіс тудырамыз. Осылайша олар бірлесе үлкен жобаны қолға алды. Қалада әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін арттыруға бағытталған шаралар өткізілді. Бұл ұйым халық арасында кең қолдау тапты. Олардың сенімі мен махаббаты ең басты қаруы еді. Аянның жұмысы құрдымға кете бастағандықтан Ғалия осы жобаға идея тастаған болатын. Келіншегінің ақылымен Аян сол жобаны мықтап қолға алған еді. Міне, қалада үлкен қоғамдық іс-шара өтуде. Ғалия мен Аянның бірлескен жобасы әйелдердің сұлулығы мен ішкі күшін паш ететін алаң. Бұл шарада әртүрлі әлеуметтік топтардан келген әйелдер өз өнерлерін көрсетеді, өмірлерін баяндайды, қолдау табады. Аян сахна артына қарап тұрды. Ол Ғалияның қалай жарқырағанын көріп, ішінен мақтаныш пен сүйіспеншілік толқынын сезді. Алайда жарыстың қызған шағында күтпеген оқиға болды. Арман мен Дәуреннің ұйымдастыруымен кейбір қатысушылар арасында келіспеушілік пайда болып, жанжал туындады. Бұл жағдай барлық шараның мәнін бұзуы мүмкін еді. Ғалия алаңға шығып, жанжалға тосқауыл қойды. Біз біргеміз, біз күшпіз, деді ол құлаққа жағымды, бірақ нық даусымен. Қонақтар тынышталып, дауыс көтеру тоқтады. Аян Ғалияға қарап күлімсіреді, бұл оның нағыз жеңісі еді. Жарыс соңында Ғалия мен Аян бірге сахнаға шығып, халықтың қошеметін алды. Бұл жеңіс біздікі ғана емес, әрбір әйелдің жеңісі, деді Ғалия. Аян қолын көтеріп, шынайы махаббат пен сенім бәрін жеңеді, деді. Қала оларды енді бұрынғыдай ғана бай отбасы ретінде емес, махаббат пен батылдықтың символы ретінде танитын болды. Аян мен Ғалияның өмірінде бір тыныштық орнаған сияқты еді. Бірақ өткеннің көлеңкелері әлі де жанып тұрды. Арманның қаладағы әрекеттері сәл басылып қалғанымен, оның ықпалы кейбір адамдардың жүрегінде күйінде қалды. Бір кеште Ғалия үйге қайтып келе жатып, кездейсоқ Арманмен бетпе-бет келді. Ғалия, мен сені ұмыта алмай жүрмін, деді Арман, даусында өкініш пен үміт араласқан. Ғалия оған мейірімді, бірақ қатал қарап, менің жүрегімде саған орын жоқ, Арман. Өз жолыңды тап. Бақытыма кедергі болма, деді. Аян бұл әңгіменің бір бұрышында тұрып, үнсіз тыңдап тұрды. Ғалияға қарап ішінен сүйсінді. Ғалия мен Аян үшін өткеннің көлеңкесі біртіндеп сейілді. Енді олар өздерінің өмірлерін жаңаша бастауға дайын болды. Бірге бастаған жаңа жоба оларды одан сайын біріктіріп, ортақ мақсатқа жетеледі. Ғалия мен Аянның махаббаты жаңа белестерге көтеріліп, олардың өмірі мағынаға толды. Жаңа ұйым жұмыс істей бастағанымен, қиындықтар да артынан келді. Кейбір адамдар олардың бастамасына қарсылық білдірді. Арман мен Дәуреннің ізі әлі де байқалды. Аян мен Ғалияға қарсы сөз таратып, ұйымның беделін түсіруге тырысты. Бірақ олар бұл сынақтарды бірге жеңуге бел буды.
Біз тек өзіміз үшін емес, барлық әйелдер үшін күресеміз, деді Ғалия үлкен жиында. Әр қиындық бұл біздің мықтылығымызды арттыратын мүмкіндік, деп қосты Аян. Олар сенім мен сүйіспеншілік арқасында кез келген кедергілерден өтіп, ұйымды одан әрі дамытты. Бұл кезеңде олардың қарым-қатынасы тереңдеп, өзара түсіністік пен қолдау нығая түсті. Жылдар өтті. Ғалия мен Аянның өмірі қаланың тарихына айналды. Олар бірге өткерген сынақтар мен қуаныштар олардың махаббатын мықты етті. Бір кеште, өздерінің алғашқы танысу күніне орай, олар үйдегі жылы бөлмеде отырып, өткенді еске алды. Біз бастан өткерген жолымызды ойласам, жүрегім толқиды, деді Ғалия. Мен де. Бірақ бәрі сенімен бірге болғандықтан ғана маған жеңіл болды, деді Аян. Олар бір-біріне мейірімді көзқараспен қарап, өмірдің шынайы құндылығы бірге болу екенін түсінді. Ғалия мен Аянның махаббаты жай ғана әңгіме емес, ол батылдық, сенім, кешірім мен үміт туралы өмірлік ертегіге айналды. Олардың оқиғасы қала тұрғындарына шабыт беріп, көптеген адамдарға жүректерін ашуға мүмкіндік берді.